Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Менің келесі әңгімем ұл қызымыздың тәрбиесі жайында болмақ. Арнамызға жазылып, қолдап отырыңыздар ағайын. Қабыл алыңыздар. Әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері арқылы мәдени құндылықтар қалыптасады. Ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ақын, ұлттың намысты азаматы ретінде әділдікке, қайсарлыққа, кешірімді болуға, өнерге, білімге, салт дәстүрімізді сақтауға тәрбиелеген. Ұл бала қазақта шаңырақ иесі, ер азамат, ата-ананың отын тұтатушысы болып саналады. Қазақ отбасының ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің, әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың орнысыз сөйлемеуінде. Қазақ отбасындағы үлкенді құрметтеу, жауапкершілік, адамгершілік сезімдерін туғызған. Ұл баланы дұрыс бағытқа бағдарлау көп жағдайда абыройлы әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағаларына байланысты. Қай халықта болмасын ұл бала тәрбиесі әке меншігінде. Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішердей отырып, қазақ отбасында әкелер өзінің білетін бар өнерін үйретіп, оларды мерген, аңшы, яғни сегіз қырлы бір сырлы жігіт етіп тәрбиелеген. Бала ес білгеннен бастап оның құлағына сен ертеңгі шаңырақ иесісің, болашақ әкесің, арқа сүйер жарсың, отбасыңның асыраушысың, сондықтан да жаманнан жирен, жақсыдан үйрен деген сөздерді санасына құйып отырған. Халқымыз ер баланың 12-15 жасынан бастап оның алдында өмірдің дайындаған талай қиын қыстау шақтары мен қуанышты сәттері бар екендігін ескере отырып, ата талмаған жігіттен ата талған төбе артық деп намыстандыратын. Айтсаң үйде туып түзде өлетін жігіттерді айт деп таңдандыратын. Өнерлі жігіт өр көзар, өнерсіз жігіт жер соғар деп шамдандыратын. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Ерлік білекте емес жүректе деп қайраттандыратын. Ақыл жастан, асыл тастан деп сеніміне шек келтірмейтін. Атадан ұл тусигі, ата жолын қусигі деп армандайтын еді халқымыз. Қазақтың ұлы ойшыл ғұламаларының бірі Жүсіп Баласағұн өзінің құтты білік дастанында балаға тәрбиені отбасында бер. Ақмаңдайлы ұл қыз туса үйіңде өсір. Бөтен жерде қалдырма деп келер ұрпаққа өсиет ете отырып, баланы жас кезінен білім мен өнерге, еңбекке баулу арқылы жаны мен тәні сабақтас етілген парасатты ұрпақ өсіретінімізді атап көрсеткен. Ал қыз бала аттап өтуге болмайтын әдеп, инабаттылық талаптар жайында жақсы хабардар болуға тиіс. Әсіресе қыз анасы, апа жеңгелері үй шаруасына икемділік, ісмерлік, жүріс-тұрыс сыпайылығы мен ширақтығы, әсемдігі, жинақылық пен тазалық, өз бойын күту мен ашық қабақтылыққа үйретуі керек. Үлкендерге ізеттілік, құрбылармен татулық, сыйластық, кішілеріне апалық мейір, ықылас тәрізді қыз бала инабаттылығының нәзік иірімдері туралы айтып қана қоймай, оларды білдіруге, меңгертуге күш салулары қажет. Ол үшін қыз баланың бойына кішкентайынан сыпайылық, мейірбандық, адалдық, сезімталдық, еңбекқорлық сияқты қасиеттер дарыған болуға тиіс. Қыз бала өзіне дос таңдауға ерекше жауапкершілікпен, сақтықпен, ұстамдылықпен қарауы, оның маңызын санамен аңғарып, жүрекпен түйсінуі тиіс. Бұл жағдайда жеңіл ойлылық, ұшқалақтыққа, орынсыз тәуекелге жол беру өте қауіпті. Қыздар үшін ер балаларының мінез құлқы, әдет дағдылары, ой өрісі мен мәдениеті, білімі мен инабаттылық болмысы, талабы мен талғамы, денсаулығы, жақсы жаман әдеттері, ала бөтен қылықтары, тағы басқалар жайында алдын ала білу өте маңызды. Қыздың бой жетуі, яғни жан-жақты жетіліп, белгілі дәрежеде өмір тәжірибесіне ие болған жөн. Әйел жолы жіңішке, қызға 40 үйден тыйым деген сияқты халықтық тәлімгерлік талаптарының мәнін түсініп қана қоймай, бой жете келе одан өзіне қатысты тиісті қорытынды шығара білу. Келешекте өз отбасын құрғанда қажет болатын қасиеттерді жас кезінен ақ зердеге түйіп, ол үшін ауылға айналасына жағып, жақсы атағы шыққан әдепті, инабатты саналатын апайларына
Қыздарға жақын жүріп, сыр алысып, үлгі өнеге үйренуінің мәні ерекше. Қыз бала 40 үйден тәлім алады демекші. Бір үйден тамақ пісіруді, бірінен жүк жинап үйреттеуді, бірінен өзін ұстауды, біреуінен өзара жағымды қарым-қатынас, біреуінен аула жинақылығын және сондай тағы басқаларын үйрену де бұрынғыдан келе жатқан тәлім жолы. Қыз бала көп адам жиналған орындарда көзге түседі, сыналады. Ондайда өзінің ұстамдылығымен, жарқын жүзді сыпайылығымен, жинақы ширақ жүріс тұрысымен, сергек сезімталдық ептілігімен, өнерпаз, әрі сөзге ұсталылығымен, жарасты әзілге шеберлігімен көзге түсіп, пәленшенің қызын ай шіркін, түгеншенің қызының тәлімдісін-ай, зерегін-ай, шешесінен аумай қалған, үстінде кіршік жоқ, бармағы майысып, он саусағынан өнер тамады, әуезінің өзі қандай әдемі, сөзі қандай дәмді деп тамсандырады. Ал мұндай жақсы атақтың қыз болашағы үшін маңызы өте зор. Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистерінде ұяттылық пен әдептілік әрқашан қайырлы істерге бастайды делінген. Ұят әдепті белден басып өте беретін, отырғанда, тұрғанда өзінің жаратылысын ескермейтін, қызға өте жарасатын қымсыну, тартыну, қызару, имену деген ойына кіріп шықпайтын қыз өзіне ғана емес, ата-ана, бауыр туғандарына сөз келтіріп жерге қаратады. Сондықтан қыз ибасы, қыз әдебі дегенге жеңіл-желпі қарауға мүлде болмайды. Қыз баланың, демек болашақ ананың қолынан іс келуі міндетті жағдай. Салақ әйел оймақшыл, жібекті түте алмаған жүн өтеді, олақтан салақ жаман, ана көрген тон пішер, қыз еркем кестесімен көркем, және тағы басқа осындай мақалдардың мәні осында. Киім тіге білу, дәмді тамақ пісіре білу, түйме қадап жыртықты торлай білу, міне осыларсыз отбасының тіршілігі толыққанды бола алмайды. Бұларды ұсақ-түйекке санаған адам қатты қателеседі. Өйткені отбасылық өмірдің сәнін кіргізіп, жылуын, қызығын молайтатын, мән-мәнісін арттыратын, бір-біріне ризашылығын, сүйіспеншілігін нығайтатын нақ осылар. Мұның тағы бір аса маңызды жағы, мүмкін ең маңызды жағы шығар. Келешекте өзінің де ұл-қызын іске, өнерге үйрете алатын, өзі үлгі, өнеге көрсете алатын адам болуы.